Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай, жақсы ма? Әліппе сабағына дайынсыңдар ма? Тамаша. Ендеше сабағымызды бастайық. Біз бүгін әліппе сабағында буындардан сөз құрастыр ойынын ойнаймыз. Буындар, балалар, бірақ рет-ретмен емес, шашыраңқы күйде орналасқан. Мен енді оларды дұрыс құрастыруым керек. Маған көмектесесіңдер ме? Жақсы. Ал, кәнекей, бірінші сөзді табайық. Мысалы, бірінші буынымыз бізде ға болсын. Ға буыны. Мен мұнда жазайын. Ға. Ал, ары қарай қандай сөз болады деп ойлайсыңдар? Ға. Келесі рыш. Кәне, жазайын. Ғарыш. Ал, қандай сөз болады екен біліп тұрған шығарсыңдар? Ғарыш, кер. Ендеше кер буынын табайық. Кәне, міне тамаша таптық. Яғни біз тапқан буындарды қоршап қояйық. Ғарыш, кер. Ал, кәне, сөзді толық жазайын. Бірге оқиық. Ғарышкер. Тамаша. Қандай әріптен басталады? Ғ. Ғ қандай дыбыс еді? Дауыссыз. Жақсы. Ендеше келесі буынды іздейік. Кәне, қай буыннан бастасақ болады? Мысалы, ал деген буыннан бастайықшы. Ал. Жазайын. Ал. Бұл жерде қандай белгі бар? Қараңдаршы. Жіңішкелік белгісі бар. Ал, қандай сөз болады екен? Ал. Ары қарай. Кәне, кім тапты? Ойланамыз. Пи. Жазамын. Екінші буынды. Пи. Ал, пи. Өте жақсы. Нист. Міне келесі буын. Ал, енді толық сөзді жазайын. Ал, пи, нист. Кәне? Өте жақсы. Альпинист деген сөзде неше буын бар екен? 3 буыннан құрастырдық. Альпинист. Тамаша. Қандай әріптен басталып тұр? А қандай дыбыс бізде? Дауысты дыбыс. Жақсы. Енді келесі буынды іздейік, кәне. Келесі буын бізде С деп бастайық міне. С. Ал, қандай сөз бар екен? С деп буыннан басталатын қандай сөздер білесіңдер? Кәне, ойланып көріңдер. Тағы да С. Ал, К. К. Жазамын. К. Енді СК. Дұрыс, эскалатор деген сөз жазуымыз керек екен. Ал, кәне, келесі буындар табайық. СК. Міне ла. Енді соңғы буынды, кәне. Тор. Тамаша. Енді буындарды толық жазайық. Эскала. Тор. Жақсы. Қай әріптен басталып тұр? Қандай дыбыс бізде? Дауысты дыбыс. Тамаша. Келесі сөздің буынын табайық. Ол мысалы бізде қо деген буыннан басталуы мүмкін. Қо. Қандай сөзде бар? Қо буыннан басталатын? Кәне, ойланып көріңдер. Қо. Ян. Тамаша. Ендеше яны әріптерін іздейік. Кәне, қай жерде екен ол буындар? Міне тамаша, таптық. Қоян. Балалар, бұл сөзде қандай дыбыс бар? Қосарлы я дыбысы бар екен. Ал қай әріптен басталып тұр? Қ. Қ қандай дыбыс? Дауыссыз. Өте жақсы. Келесі буынымыз бізде, балалар. Яғни қай буыннан басталуы мүмкін деп ойлайсыңдар. Мысалы, кө деп бастайық. Кө. Көрпе деген сөз бар, ал ыр немесе п-е буындар бар ма? Ондай буын жоқ. Онда ол сөз емес екен. Ендеше мүмкін көгершін деген сөз шығар. Қане, келесі буындарды іздеп көрейік. Бар ма? Жоқ. Ендеше қарайық. Бе деген буын
буынды қосайық. Бе. Көбею. Тамаша, дұрыс таптыңдар. Көбею. Соңғы буынымыз ю. Балалар, ю дыбысы жалғыз өстіп бір буынды құрай алады екен. Ал ю дыбысы өзі қандай дыбыс еді? Қосарлы дыбыс. Өте жақсы. Көбею деген сөз шықты. Енді келесі сөзімізді қарайық. Бізде тағы да қалды ма балалар? Біз таппаған мүмкін буындар бар шығар. Кәне қарайық. Барлық буындарды біз қоршадық. Сонда біз барлық сөздерді таптық па? Иә, барлық сөздерді таптық. Жақсы. Ал буындардың бәрін құрастырып біттік екен. Бірақ бізде бір жол бос қалды. Солай емес пе? Бұл бос жолды мен сендерге арнайы қалдырып қойдым. Сендер осы буындардан мүмкін басқа бір сөз құрап көрерсіңдер. Соны мұқият қарап, ойланып көріңдерші. Сол сөзді тауып, өздерің дәптерлеріңе жазып алыңдар. Жақсы ма? Жарайсыңдар. Сендерге сенемін. Бүгінгі менің тапсырмам осымен аяқталды. Сабағымыз бітті. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендермен бірге болғанмен Айдана Рысбекқызы.